Сауларыңыз насылды? Сәлем сүйкімді көрермендерім. Амал жасаймын. Бүгін ай туып жатыр. Жаңа айды жарылқа, ескі айды есірке. Ертең күн мен түн теңеледі. Ертең өте күшті уақыт. Соның алдынан тазаланып, баршылық, жақсылықты сұрап қалайық. Төрт түлей, жер ана, от ана, хау ана, бойымызда су ана. Амал біткеннен кейін шомыласыздар, қайырымдылық жасайсыздар. Болмаса мен шеберге номер қалдырып кетем. Өзіңіздің қалаған сомаңыз болмаса қайырымды іс жасайсыздар. Тамақ алып бересіздер, киім алып бересіздер, болмаса қандай да бір қолыңыздан ізгі асарға барыңыздар, қандай да бір көмек жасаңыздар. Сіздерге сондай өтінім, сондай сұрау, сондай тәртіп, сондай заң. Опырын бастайық. Көп бопты. Амал жасалмағал. Опырын, қасиетті ұлы күштер. Дуа кеш, күндестер, өсекшілер, аяқтан шалушылар, ұрылар, қарылар, қарақшылар, алдаушы алаяқтар, сумандағандар, күнкілдеушілер, ауру сырқау мен өмірін күн өткізушілер. Отқа тапсырдым, қара жердің қойнауына тапсырдым. Менің әр ниеті түзу сүйкімді көрермен, жол ашылсын, бағы ашылсын, үй шаңырағы, баршылық, тоқшылық, береке, ырыс несібесімен молынан келсін. Жұмыссыздар болса жұмыс тапсын. Жұмысында қандай да бір кедергілер болса оңалып кетсін. Күйеуге тие алмай жатқандар күйеуге тисін. Туа алмай жатқандар бөпелі болсын. Қазір қандай да қиын қыстауда мұңайып, қайғырып, тағдырдың тәлкегінде жүргендердің бәрі өз жолын тауып, дұрыс ұстаз кездестіріңіздер. Дұрыс шешуші жолдардың ашылуына, дұрыс септік беретін адамдар кездестіріңіздер жолында. Қасиетті ұлы күштер, сіздермен бірге бармыз. Бізге осылай жарық дүниеде өмір сүріп жатқандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Біліп білмей істеген күнәларымыз болса кешіре көріңіз. Алдаған болсақ, біреуге сөз беріп, ұмытып кеткен болсақ, қарызын алып бермей кеткендер болсақ, ренжіткен болсақ, сөзбен, іспен, қандай да өткен өмірлерімізден тартқандардан келе жатқан қандай қиын қыстау қылмыстарымыз болсын, кешірім сұранамыз. О, қасиетті ұлы күштер, от ана, жер ана, хау ана, су ана, төрт түлей, ұмай апа, тәңірем, төменгі әлем, бүкіл ұлы билеушілер, ерлік қаған, ата-бабадан қандай да келе жатқан кінәраттар, әулетте төрт жұртымыздан келе жатқан кінәраттардың бәрін бүгінгі керемет уақытта қара жердің қойнауына бұрынғымен бәріне кешіріммен, махаббатпен, мейіріммен қарап, бәріне сыйластықпен қарап, өткенімізге тек кешірім және түсінушілікпен қарап, өздеріңізге тапсырдық, өздеріңізге салдық. Қазіргі уақытымызға мың шүкір, мың тәубе, мың қанағат, мың рахмет. Болашағымыздан үмітіміз зор. Ұрпағымызбен көсегеміз көгеріп, үбірлі-шүбірлі болып, саудамыз жүріп, жұмысымыз, тірлігіміз, шеберліктеріміз, өнеріміз, бүкіл қасиетіміз, қабілетіміз артып, еліміздің, ұлтымыздың есім атауын асқақтатып, отбасымыздың, әулетіміздің абыройын, мерейін үстем етіп, өсіп, өніп,
баршылық тоқшылықта, берекелі несібеде, байлықта шалқып балқып тойда тойлап өмір сүре берейік. Мына жерде көбінде әулеттік байлаулар екен, әулеттен келатқан, ата-бабадан келатқан байлаулар. Сондықтан еш шығарамыз, желпек таратамыз, бауырларымыз, ағайындарымыз бәрін кешіреміз, күндесшілдіктердің бәрінен құтыламыз, әке-шешемізді жақсы көреміз, сыйлаймыз, басымызды иіп тағзым жасаймыз, екеуі бізге өмір берген үшін мың алғыс. Мына жерде көбінде әулеттік. Бағы байланғандар да сол әулеттік қиын қыстаулардан, жолы болмай жатқандар да сол әулеттік, бәрі әулеттік мына жерде. Сондықтан ата-бабаға мың тағзым, ата-бабаға мың алғыс, осы уақытқа дейін өмір бізге дейін келген үшін алғыс білдіреміз. Біз білмейміз ата-бабамыз қандай қиын қыстауда болған. Біз тек тарихтан аштық пен соғысты, жоқшылықты білеміз, бірақ Құдай білсін қандай қиын қыстаудан өткендерін. Сондықтан аға аруаққа мың алғыс, мың тағзым. Жатқан жерлер жарық, топырақтар торқа жандары жай тапсын. Әулетте бүкіл қармалған, шетінегендер, аластатылғандар, қуылғандар, қыршын кеткендер бәрі әулетте өз орнын тапсын, Құдайдың панасына алынсын. Әулет сақшылары өздеріңізге тапсырын. Әр аты аталмаған жандары жай тапсын, Құдайдың панасына алсын. Қайта әулетте қайта өмірге келіп, махаббатқа бөленетін болсын. Өмін, Тәңірлі Құдай, өмін. Қасиетті отана, қасиетті жер ана, қасиетті Хауана, ұлы күштер, ойымыздағы суана. Сіздермен бір бармыз, сіздерге алғыс білдірем. Ейін, аға аруақ, ейін. Түсінбей жатқан адамдар шығып кете береміз, сіздерге түсінудің қажет жоқ. Білетін өзі ниеті түзу адамдар тартылады. Көре алмаушы күндестер, өзінің сиқыр дуасынан тазалаймын дейтіндер өздерінің бычыттарын шығып, бәле дуасы, сиқыр өздеріне барсын. Айтқан, сұраған. Мына жерде махаббат пен ұлы күштерден келатқан бір не бар екен. Сіз білмейсіз қалай, мысалға армандайсыз, бірақ ештеме дым орындалмайды. Жүрегіңіз өйткені, жүрегіңіз, содан кейін мынау өзегіңіз әулеттен келатқан жаңағыдай мойындамайды екенсіздер. Сіз қай рудан, қай жүзден, қай атадан тусаңыз да, сіз өте керемет ұрпақсыз, әулетіңіз өте киелі ұрпақ. Мейлі қарапайым шабандос, мейлі қарапайым малшы, егінші болса да, сіз өте керемет әулеттің ұрпағысыз. Сондықтан өз әулетіңізбен, ата-бабаңызбен мақтан етіңіздер. Ойбай, мен андай едім, мен әшейін андай едім деген әңгіме болмасын. Сіздің сол әулетте дүниеге келдіңіз ба, демек мақтан етіңіз, кеудеңізді көтеріп ұстаңыз. Абыройлы ұрпағы болыңыз. Мына жерде көбінде енді ата-бабасын, білмеймін, несіне оларға кем санаушы нетесіздер. Олар сізге өмір сыйлады, қазіргі деңгейіңізге жетті. Егер қазір сіз жұмыссыз, жалғыз басты, тірлігіңіз оңбай жатса, ол сіздің ата-бабаңыздың кінәсі емес. Керісінше ата-бабаға мойындамау, ата-бабаны кемсіту, ата-бабамен өмірмен келіспеушіліктен сондай басыңызда қиындық. Алғыс айтыңыз, басыңызды иіңіз, мақтан етіңіз, кеудеңізді көтеріп, мен сол пәленшектің ұрпағымын, мен өз әулетіммен асқақтаймын, мақтан етем, менің тегім осындай деп тұрып, басыңызды көтеріңіз, ата-бабаңызды мақтан етіңіздер. Сол кезде олар сізді одан сайын күш артып, қиыншылықтан құтқаруға көмек жол сілтейді. Енді қолыңыздан жетектеп
аппаратын жұмысқа кіргізбейді, сізге күш қуат береді. Егер сізде күш қуат болмаса, қуат деген энергия, құт деген энергия, онда сіз батасыз, қалай жаңа батамен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді дегендей, батасыз біз ешкім, ағаруақсыз біз ешкім емеспіз. Ағаруақ батасын берсе, әулеттен бата алсаңыз, онда сіз сол күш қуатыңыз өте асқақтайды. Сондықтан ата бабаңызға алғыс, алғыс, алғыс. Жет желпек міндетті түрде ертең кеспе көже, наурыз көже деген ол жеті дақыл, сүрленген ет, анау мынау әңгіме емес. Наурыз көже кәдімгі қазақтың кеспе көжесі. Айран қатастырды, Құдайдан жаңбырдан көк шықсын, жаңбыр тілейтін мереке ғой ол. Бүкіл өзен көлдердің бәрін тазалап, қоқыстардың бәрін тазалап, жер аударылып, бірінші сәбіз бен пияз егіле ма, сосын нелер егіледі, бүкіл көкөністер. И жаңағыдай 22-сіне, 21-22-сіне кеспе көже бір қазан қып бидайды өндіріп, бидайды сосын қырқып бетіне жаңағы кеспе көжені бүйтіп беріп, бидайды өте өскінде, бидайдың өскінде дәрумендер өте көп. Соны кеспе көже кәдімгі кеспені қолмен жайып, қырық кесіп, кеспе көже тарататын. Сол наурыз көже деген. Оған әр бәле жеті дақыл, бірдеме шірдеме. Қазақтың даласында жоқ жүгері, қазақтың даласында жоқ гречка, қазақтың даласында жоқ перловканы қосып наурыз көже деп. Атаңның басы салған перловка, гречка. Кәдімгі кеспе көже. Ет асасын ба, болмаса кәдімгі сорпаға кеспе көже, бір жұмыртқаға кеспені иле жіберіп, бетіне жаңағыдай айран қатып, сөйтіп ішеді. Бар болған сол. Сондағы жаңбыр мол болсын, егіншілігіміз бітік шықсын, бала шағамызды сол асырайып бағайық деп бар. Бұл жерде ниет сол. Мына жерде көбін аруақтар тіктелмеген. Міндетті түрде жет желпек таратыңыздар, оны біреуін өздеріңізге, қалған алтауын көрші-қолаңға таратыңыздар. Мейлі орыс болсын көршіңіз, мейлі ұйғыр болсын, мейлі кім болсын, нан таратып жіберіңіздер. Қай өңірде өмір сүрмесеңіз де. Отты аяқталуын күтіп тұрмын. Сол қайырымдылық міндетті түрде тиын, біреуге 7 тиын 70 теңге емес. Қайырымдылық ол біреуге жақсы жылы сөз. Қайырымдылық ол біреуге нан аламайтса нан алып беру. Қайырымдылық ол біреудің баласы қаңғырып нетсе баласын шешесіне апарып беру. Қайырымдылық деген ол міндетті түрде бір тиын емес, ол затпен көмек беру, тамақпен көмек беру. Ауырып жатса барып бір кесе сорпа суын, бір табақ бір нан турап бірдеме апарып беру. Қазіргі заманда әрине баршылық тоқшылық, қазір кімге қол жаяды, тек андай қайыршылар болмаса алаяқтар. Оған енді көздеріңіз ашық деп ойлаймын. Көзім ондай аферист алаяқтарға, мошенник жаңағыдай қарақшыларға алданып қалмаңыздар. Сол қалған жаман пәлекеттің бәрін ұлы күштер Құдайға салдым, Құдайға тапсырдым. Ата-бабадан келетқан бәрі осымен кетсін. Құдайдан баршылық, тоқшылық, жақсылық, мейірім, шапағат, жүрекке жылулық. Бұл жыл енді өз-өзіңізді тану, өз-өзіңізді сенімділік. 10-шы жыл, ол 10 деген өзі толықсыған шағы ғой. Қандай салада болсын, қандай саланы армандамаңыз, қай арнаңызды армандамаңыз, сол толықсып келсін. Сол мынау мызғыптағы талай жанада демәлі көмектесіп жіберейін былай. Кететін жағына кетсін.
Жерім өзіме тапсырдым. Бәрекелерім бәрі осымен кетсін. Сол, жандарым сол. Аман есен болып тұрыңыздар.